Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода қазіргі таңда хит болып жатқан Маклюпия тамағын дайындайтын боламыз. Айранмен, осындай біздің салатымызбен сондай дәмді болып шыққан. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл видеода сіздерге құпиясымен бөлісетін боламын. Мен осындай жылқы етімен, қазымен жасадым. Дәмі керемет болып шыққан. Ең бірінші осындай біздің жіңішкерек келген қазанымызды, болмаса кастрөлімізді алып дайындап аламыз. Етімізді бірден жуып, май құймай, ішіне сал жіберетін боламыз. Және де бір қуырылады, осылай ашып, осы біздің майы кішкене шығатын болады. Сол кезде су құйып, қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Піскенін күтеміз, яғни. Енді картошкамызды, сәбізді, картошканы барлығын осылай доп-домалақ етіп турап дайындап аламыз. Яғни барлығы домалақ болғаны жөн, және де баклажан қолдансаңыздар болады, бірақ маған баклажан дәмі ұнамағандықтан қолданылған жоқпын. Мінекей барлығын осылай турап, дайындап алатын боламыз. Осындай доп-домалақ етіп, енді біздің кастрөлдегі қайнап жатқан етімізді көреміз. Мінекей осылай жай басып қойып қайнататын боламыз, піскенін күтіп араластырып. Екінші кастрөлімізге майымызды құятын боламыз. Әжептәуір құя беріңіздер, ішіне біздің картошка, сәбіздеріміз бататындай. Ең бірінші осы майымызға сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Барлық сәбізімізді осындай бір-біртіндеп сала отырып, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Сол кезде біздің сары болып, майымыздың түсі өзгереді, сәбіздің дәмі шығып, содан кейін барып картошкамызды қуыратын боламыз. Мінекей осындай қызарғанша барлығын қуырып аламыз. Бұл өте керемет болып шығатын тамақтардың бірі. Жасалу жолы да өзгеше. Сондай біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Керемет тағамдардың бірі екен. Мінекей барлығын осылай бір-біртіндеп сала отырып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Картошкамызды да дәл осылай пісіріп аламыз, достар. Барлығын осылай қуырып алғаннан кейін, достар, кішкене ғана бөлігін осы біздің сковородкамызға құйып, жақсылап таза қылып жуылған күрішімізді салып қуыратын боламыз. Бұл барлығына қызық болып отқан шығар. Мінекей, енді етіміз пісті. Осылай барлығын ыдысымызға салып алатын боламыз. Бөлек ыдысқа салып аламыз етімізді, яғни ең астына пияз төсейтін боламыз. Өйткені біздің асты күйуі мүмкін, сол кезде пияздың дәмі шығуы мүмкін. Сол себепті ең астына пияз төселінетін болады. Мінекей, осылай барлық пиязымыз төсеп шығамыз, және де күрішімізді қуырып қоюды ұмытпаңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай асты күйіп кетпесін, жақсылап араластырып, майын өзінің бойына сіңіргеннен кейін күрішті астын өшіретін боламыз. Содан кейін пиязымыздың үстіне етімізді салатын боламыз. Оның үстіне біздің осы жүгерімізді салып жібереміз, және де сәбізімізді рет-ретімен осылай орналастыратын боламыз. Қуырылған сәбізімізді, яғни баклажан болса, осы сәбіздің үстіне баклажанды орналастыратын боласыздар, достар. Оның үстіне кішкене ғана тұз сеуіп жібереміз, шым-шым. Оның үстіне қайтадан картошкамызды орналастырамыз. Картошка фри секілді сондай керемет болып шыққан, иісі де керемет болып тұр. Жан-жағына осылай тұрғызып қойсаңыздар да болады. Және де тұзымызды сеуіп, ең үстіне осы біздің күрішімізді салатын боламыз. Яғни қуырылған күрішімізді. Күрішімізді салған кезде де кішкене ғана бөлікті жүгерімізді осы күрішімізге салып араластырып, осылай тегіс етіп қоятын боламыз. Және де осы кезде қайнап тұрған су қасымызда болуы шарт. Қайнап тұрған суды күріштің бойымен күріш басқан кезде құятындай мөлшерде құйып, астын қатты қойып қайнататын боламыз. Мінекей, күріштен кішкене ғана сәл-пәл асып тұрса жеткілікті. Қатты көп құймаңыздар, біздің маклюпиямыз шашылып кетуі мүмкін. Кішкене қара бұрышты, дәмдеуіш болса дәмдеуіш қосып жіберіңіздер, бірақ мен дәмдеуіш қоспадым, өйткені күріштің өзінің дәмі сондай керемет болып шығады. Және де тұзын осылай кішкене ғана сорпасына шыққан кезде көретін боламыз. Аз болса, осы кезде тұз қосып жіберсеңіздер болады, достар. Күрішіміз қатты қайнап суы тартылғаннан кейін осылай жай отта бетін жауып қойып пісіретін боламыз. Енді салатын дайындайтын боламыз. Бізге осындай қызанақ және де қияр қажет болады. Осындай 4 бұрышты етіп, екеуін турап, араластырып салат жасайтын боламыз.
кез келген салат түрін қолдана аласыздар, қатып қалған қағида жоқ. Укроп, петрушка барлығын қосып жіберсеңіздер де болады. Мен осылай помидор, огурцы және де кішкене кукурузадан қосып жібердім. Осылай тұзымызды қосып, араластырып дайындап қоямыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Мінекей достар, біздің маклюбеміз де пісті. Бетіндегі күріш піскеннен кейін ортасын тексеру үшін осылай пышақты тығып тексерсеңіздер болады. Осындай бізге дәуірек тарелкаға қажет болады. Кез келгеніне осылай бірден аударасыздар. Жан жағына осылай біздің қасығымызды ұрғылай отырып түсіретін боламыз. Өте керемет шығады деген ойдамын. Қазір енді жан жағына осы біздің дайындап қойған салаттарымызды салатын боламыз. Мен осындай салатты салғаннан кейін қасына кішкене ғана жүгеріден сарғыш өте әдемі түс берсін деп жүгеріден қостым бөлек. Өте керемет болып шықты. Ал бисмиллах деп көтеретін боламыз. Өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде сөзсіз керемет болып шыққан. Қараңыздар. Енді қасына өзіміздің қалауымыз бойынша айранымызды құятын боламыз. Неке барлығын осылай құйып шығамыз. Өте керемет сондай дәмді болып шыққан достар. Қазымен және де жылқы етімен сондай керемет болып шығады екен. Дәмі деген сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол себепті барлықтарыңызға осы тағамды отбасыларыңызбен бірге жасап жеуге кеңес беремін достар. Өте керемет болған. Міндетті түрде менімен видеомен бөлісіңіздер. Қандай рецепт күтсеңіздер астына жаза кетіңіздер. Майра Сотбекқызы.